Түркістан облысы Ордабасы ауданында биыл 60 мың адам көгілдір отынға қосылады. Бұл туралы аудан әкімі Нұрбек Бадырақов мәлімдеді. Осылайша тұрғындар қыстың кезінде көмір үшін кезекте тұрып әбігерге салынбайды. Сондай-ақ өңірде жайлы мектеп бағдарламасы бойынша жаңа білім ошақтары салынбақ. Барлығын рет-ретімен тілшіміз айтып берсін. Ордабасы ауданында 18 елді мекен табиғи газға қосылады. Өткен жылы 4 ауыл көптен күткен көгілдір отынның шарапатын көріп, газдандырудың пайыздық көрсеткіші 20%-ға жуықтаған еді. Ал биыл бірден 47,8%-ға жетпек. Ал келесі жылы тағы 7 ауылға газ берілмек. Тиісті құжаттамалар әзірленіп, өтінімдер де берілген. Тек қаражат бөлінсе болды, құрылыс жұмыстары мамандар бастауға әзір дейді әкім. Бірлік, Жамбыл, Ақжол, Мақташы, Бейсен, Қараспан, Төрарық, Көлтоған, Берген, Батырата, Ынталы, Амангелді ауылдары газбен қамтылады және жаңағы айтқан Төрткүл ауылдық округтері газбен қамтамасыз етіледі. Жалпы 18 елді мекен нәтижесінде біз былтырғы газбен қамтамасыз ету көрсеткішін 19% деп отырмыз, соны 47-де 8%-ға жеткіземіз. Жалпы қосымша биыл өзінде 60 мың халық газға қол жеткізеді деп отырмыз. Биылғы жылдың басты жаңалығы ауыл аманаты бағдарламасы. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауында көтерілген бұл жобаны жүзеге асыру жуырда басталып та кетті. Ордабасы ауданында Бадам мен Шұбар ауылдық округтерінде құжат қабылдау науқаны жүргізіліп жатыр. Одан бөлек Ордабасы ауданына қосымша бюджет бөлініп, тағы елді мекендер бағдарламаға қосылмақ. Бұл жергілікті шаруаларға өз кәсібін ашуға мүмкіндік береді. Енді қосымша қазір 8,5 миллиард теңге қаржы қаралды, көзделді деп хабар келді. Сондықтан біз қазір енді қалған 8 ауылдық округіне жаңағы айтқандай сауалнамалар жүргізіп жатырмыз, ішінен таңдап. Мен жаңа тағы да айтам, біздің Бадам сияқты бірқатар мәселелері шешілген, тез іске асып кететін ауылдар бірінші кезекте кіретін болса, халық үйреніп, қалған ауылдарда осы жобаға қатысуға тартыла береді. Енді қазір ауылда біздің қалған ауылдарымызда да мүмкіндік бар. Ордабасы аудандағы бірқатар ірі елді мекендерде мектеп тапшылығы бар екенін ескерсек, бұл мәселені шешу үшін көп жұмыс атқарылып жатыр. Жайлы мектеп бағдарламасы аясында 5 білім ордасының құрылысына жер телімі бөлінген. Ерге Тілеуқұл, Нұрдин Ысқақ, Түркістан 24.